Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір қазақ тілі сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есімнің дара және күрделі түрі. Балалар, суретке назар аударыңдар. Суретте балалар не бейнеленген? Иә, дұрыс айтасыңдар, суретте орман бейнеленген. Ал орманға балалар кім келіпті? Орманға қыз келіпті. Ал қыздың атын кім деп қоясыңдар сендер? Кім деп атайық қызды? Ал мен Мери деп атадым. Ал Мери орманға неге келіпті балалар? Қолындағы себетке назар аударыңдаршы. Балалар, Мери орманға самұрауқұлақ теруге келіпті. Енді балалар, самұрауқұлақтар нешеу екен? Санап көрейікші. Менімен бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 самұрауқұлақ бар екен. Ал балалар, орманда неше аңдар бар екен? Санап көрейікші, қанша аң бар? 1, 2, 3 аң бар екен. Неше кірпі бар екен? 1 кірпі бар екен. Неше бақа бар екен? 1 бақа бар екен. Ал қанша қайың бар екен? Санап көрейікші, 1, 2 қайың. Қанша шырша бар екен? 1, 2 шырша бар екен, е балалар? Біз нелердің сандарын білдік? Заттардың сандарын білдік. Е, ал неше жол тарау бар екен? 1, 2, 3, 4. Ал балалар, Мери нешінші сыныпта оқиды деп ойлайсыңдар? Меніңше сендердің құрдастарың Мери 2-ші сыныпта оқиды деп ойлаймын. Ал енді балалар, заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есімдер деп атайды екенбіз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады екен. Мысалы, 5, 7, 9-шы, 20-шы. Ал енді балалар, мына өлең өлеңді суреттегілердің атын қойып оқып көрейік. 1 дегенім кім? Бала, анасына еркелейтін дана. 2 дегенім ескек, ұстаптатан естеп. 3 дегенім үйрек, көлде жүзер билеп. 4 дегенім тас, әрдайым іш ас. 5 дегенім білім, білімді бол інім. Балдырған журналынан алынған тамаша санамақ екен, е? Енді сандарға назар аударыңдар. 1, 2, 3, 4, 5 деген сандар қандай сұраққа жауап беріп тұр? Иә балалар, неше деген сұраққа жауап беріп тұр? Заттың санын білдіріп тұрғандықтан олар қандай сөз түріне жатады екен? Иә балалар, сан есімге жатады екен. Енді сандарды сөзбен жазып, өлеңді көшіріп жазыңдар. 1, 2, 3, ал қанеке 3, 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті. 8, 9, 10, ал қанеке қон. Қадыр Мырзайымның тамаша санамағы екен. Енді сендер 1, 2, 3 деген сандардың орнына сөзбен жазасыңдар. Сөйтіп дәптерлеріне көшіріп жазып алыңдар. Бұл жердегі 1, 2, 3 және 10-ға дейінгі сандар сан есімді білдіріп тұр. Енді балалар, мына 2 бағанға назар аударыңдар. Дара және күрделі сан есімдер. 2 бағандағы сан есімдерді салыстырып көрейік. Бірінші бағанда 6, 7, 8 деген сан есімдер жазылған екен. Ал екінші бағанда 16, 27, 18 деген сан есімдер жазылыпты. Ал әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралған? Қалай ойлайсыңдар? Бірінші бағандағы сан есімдерге қараңдаршы. 6, 7, 8. Бір ғана сөзден құралған, е? Ал екінші бағандағы сан есімдер ше? 16, 2 сөзден, 27, 2 сөзден, 18, 2 сөзден құралған. Демек балалар, 2 немесе одан да көп сөздерден құралған сан есімдерді күрделі сан есімдер деп атаймыз.
Ал бір ғана сөзден құралған сан есімді дара сан есім деп атайды екенбіз. Енді балалар астындағы тапсырманы орындайды. Мақалды жатқа жаз дейді. Білгенің 1-9, білмегенің 99. Сан есімдердің астын сызыңдар. Алдымен мақалды жаттап алыңдар, дәптерге жазып, сан есімдерді тауып астын сызыңдар. Және оның қай түрге жататынын анықтаңдар. Енді балалар, мұнда Серік саяхаттап жүріп, бір үйге кезікті. Сол үйде және оның маңайында үшбұрыш, шаршы және дөңгелектер тығылып қалыпты. Сен олардың санын анықтап көр. Мұнда балалар, үйіміз үшбұрыштан, төртбұрыштан құралған екен. Бізде шеңбер ретінде доп, күн, алма, велосипедтің дөңгелектерін қарастыруға болады. Сендер барлығының санын тауып, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Сонымен балалар, сан есім дегеніміз заттың санын, ретін білдіретін сөздер. Сан есімдер қанша, нешінші сұрақтарына жауап береді екен. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.